Аяқ-қолыңыздың үнемі мұздай болып жүруі қандай дерттен дерек береді? Аяқ-қолдың мұздауына ойынша мән бермейміз. Аяқ тоңса жылы шұлық пен қалың аяқ киім киеміз, ал қолға қолғап киеміз, немесе қалтамызға салып жылытамыз. Әйтеуір бір есебін табамыз. Алайда жыл 12 ай аяқ-қолы мұздап жүретіндер қайтпек. Бұл мазасыздық күннің салқындығынан болса, оның шешімін табуға болады. 2-3 рет аяқ-қолды ыстық суға салып, булау жасасаңыз жеткілікті. Ал жазы күні аяғыңызды көрпеге орап жататын болсаңыз, онда сізге ойлану керек. Өйткені бұл белгі қандай да бір аурудың алғашқы сипаттамасы болуы мүмкін. Аяқ-қолдың мұздауына мына жағдайлар себеп болуы мүмкін. Қимыл қозғалыстың аздығы, яғни бір орында ұзақ уақыт отырып жұмыс жасау. Аяқтың үсуі. Егер өміріңізде бір рет болса да аяғыңызда үсік шалған болса, оның қалыпқа келуі өте ұзақ уақытты талап етеді. 3-ші, үнемі диета ұстау. Бұл да аяқ-қолдың мұздауына себеп болады. Өйткені ағза өзіне қажетті қоректі уақытында ала алмайды. Аяқ пен қолдың үнемі мұздай болып жүруінің тағы бір себебі қан жоғалту, дәрі қабылдау, тамақтану уақытының және ұйқы мен демалыстың өзгеруі. Яғни адамның күнделікті өмір сүру режимі тұрақты болмаған жағдайда аяқ пен қолдың мұздауы мүмкін. Тағы бір себеп ол шылым шегу. Жалпы жақсы қасиет емес, десе де қызығушылықпен басталған әдет үйреншікті жағдайға ұласып, соңында тәуелділікке келеді. Күніне 1-2 тал темекіден келетін қауіп аз болар, алайда бір күнде бір қорапты көрдім білдім демейтіндер үшін өте қауіпті. Аяқ-қолдың мұздауына мына аурулар да себеп болады. Біріншісі қант диабеті. Бұл аурудан адамның ірі және майда тамырлары зардап шегеді. Салдарынан қан тез ойып, майда тамырлар жарылуға бейім болады. Нәтижесінде аяқ мұздап, диабет ауруынан белгі береді. Екінші, қаназық. Өздеріңіз білетіндей, гемоглобиннің төмендігі оттегінің тасымалдануын айтарлықтай нашарлатады. Бұл өз кезегінде метаболизм процестерінің қарқындылығын және жылу түзілуін төмендетеді. Осы себепті аяқ пен қолдың мұздауы жиілейді. 3-ші ауру тығындалған эндотерит. Бұл аурумен темекі шегетіндер ауырады. Дерт қан тамырлары мен күре тамырдың тарылуы арқылы көрініс береді. Оған қоса жүрген кезде аяқ ауырады. Нәтижесінде аяқ-қол мұздап, дерттің асқынғанын айғақтайды. 4-ші, артериялық қысымның төмендеуі немесе көтерілуі, яғни қарапайым тілмен айтқанда давлениенің тұрақты болмауы. Қан қысымының тым қатты көтерілуі қан ағысын бұзады, ал қан ағысы өзгерген тұста адамның аяқ-қолы мұздап кетеді. Жастың ұлғаюы. Адам қартайған сайын денсаулық сыр бере бастайды. Әсіресе 50 жастан асқан соң күнде бір ауру белгі беріп мазаны алады. Өйткені гормонда, қан айналымда, зат алмасуда айтарлықтай өзгерістер орын алады. Жасы егде тартқандардың аяқ-қолының жылымауына осы жағдайлар ықпал етеді. Тағы бір аурудың түрі қалқанша бездің жұмысының нашарлауы. Бұл да аяқ пен қолдың мұздау арқылы көрініс береді. Оған қоса есте сақтау қабілетіңіз нашарлайды. Үнемі тоңып жүресіз, қатты шаршайсыз, тырнағыңыз сынады, жүзіңіз қуқылданып, шашыңыз түсе бастайды. 7-ші, ішек құртта аяқ-қолдың температурасына кері әсер етеді. Өйткені ішектегі ағзадағы құрттар тамырлардың жұмысына кедергі келтіреді де аяқ пен қолдың мұздауына әкеледі. Ардақты тыңдарман, егер ешқандай себепсіз аяқ-қолыңыз мұздап жүретін болса, міндетті түрде дәрігердің кеңесіне жазылуыңыз керек. Деніңіз сау болсын, ауырмаңыз.